Стресстік несеп ұстамауы бар әйелдерге бірнеше емдеу тәсілдері қолжетімді. Оған консервативті емдеу жатады. Оның бір бөлігі ретінде салмақты азайту, сұйықтықты реттеу және жамбас түбі бұлшықеттерін жаттықтыру болуы мүмкін. Бұлардан бөліп қуықты жаттықтыруда көмектесе алады. Алайда кейбір әйелдерде бұл емдерге жауап бермейтін ауыр стресстік ұстамау болса, оларға хирургиялы емдеу орынды шешім болуы мүмкін. Стресстік ұстамау әйелдер үшін ұят жағдайға айналуы мүмкін, өмір сапасына әсер етеді және оларды барлық әлеуметтік белсенділіктен шеттетеді. Сондықтан мұндай жағдай болса, әйелдерге оның емделетінін және тіпті ауыр түрінде де басқаруға болатынын түсіну маңызды. Консервативті емге жауап бермеген әйелдер үшін қандай мүмкіндіктер бар? Мұндай әйелдерге слинг процедуралары, орта уретралық таспа немесе бёрч колпосуспензиясы сияқты әдістер ұсынылады. Осы үш процедураның әрқайсысы өте тиімді және көп жағдайда ұзақ мерзімді нәтижелер береді. Бірақ олардың әрқайсысы белгілі бір науқастарға көбірек сәйкес келеді және ұзақ мерзімді салдары бар, оны әйелдер білуі керек. Орта уретралық слинг алған кейбір әйелдерде синтетикалық тор қолданылуына байланысты мәселелер туындауы мүмкін. Бұл стресс ұстамау хирургиясында сирек кездеседі. Себебі қолданылатын тордың мөлшері өте аз. Бірақ соған қарамастан бұл кейбір қиындықтар тудыруы мүмкін және әйелдер бұл туралы процедура алдында білуі керек. Аутологиялық процедуралар сәл инвазивтілеу, бірақ олар ұзақ мерзімді тұрақты нәтиже береді. Және синтетикалық торға байланысты кейбір мәселелер бұл жерде болмайды. Бёрч колпосуспензиясы басқа екі процедурамен салыстырғанда тиімділігі төмен. Сондықтан қазіргі уақытта әлем бойынша жиі қолданылмайды. Сондықтан кеңінен қолданылатын процедуралар орта уретралық слингтер мен аутологиялық слингтер. Екеуі де өте тиімді және ұзақ мерзімді нәтижелер береді. Бұл минималды инвазивті процедура. Оны жасауға шамамен жарты сағат уақыт кетеді. Күндізгі стационарда немесе бір күндік жатқызу арқылы жасауға болады. Әрі қалпына келу уақыты қысқа. Әйелдердің көпшілігінде ұзақ мерзімді нәтижелер байқалады. Бірақ аз ғана бөлігінде процедураға байланысты жайсыздық немесе ауырсыну, не болмаса тордың ашылуы немесе торға байланысты инфекция болуы мүмкін. Бұл процедуралардың қысқа және ұзақ мерзімді салдарын түсіну үшін дәрігер мен науқастың арасында мұқият кеңес өткізу, егжей-тегжейлі әңгіме жүргізу өте маңызды. Алайда дұрыс таңдалған науқастар үшін нәтижелердің ұзақ мерзімге сақталатыны дәлелденген.